Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге өте оңай, өте жылдам дайындалатын салатты жасап көрсететін боламын. Салаттың құрамы өте қарапайым, кез келген үйде табылатын заттар, бірақ результаты барлық ұнайтын салат болады. Бисмиллах деп жұмысымды осылай капустаны алып, майдалап жұқалап турадан бастаймын. Мен салатқа кішкентай капустаның жарты бөлігін қолдандым. Сіздер қаласаңыздар одан азырақ или одан көбірек үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Пиязды салатқа осылай жіңішке қылып жұқалап турап қосатын боламын. Салатқа пиязды осылай тураған жақсы, сосын араластырған кезде капуста мен сәбізбен араласып кетіп, пияздың ащысы қатты білінбейді. Егер пиязды ірі қылып турасаңыздар, салатты жеген кезде ауызға ұнамсыз болуы мүмкін. Менде үйде бір қияр бар екен, қиярды да қоса салам. Егер де сізде жоқ болса, қияр қоспасаңыз да болады. Мінекей қиярды да турап болдым. Ендеше бір сәбізімізді осылай үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізді де үкіштен өткізіп болдым. Ендеше бір чеснокты осылай кішкене үкіштен өткіземін. Ендеше салатқа қажетті дәмдеуіштерді қосамын. Тұз, универсальная приправа, китайский тұз қостым, зіре кішкентай, паприка, қара бұрыш. Енді жақсылап араластырамыз. Дәмдеуіштерді дәл видеодағыдай қосуыңыз міндетті емес, өз қалауыңызға қарай қоссаңыз да болады. Туралған заттарды жақсылап араластырып аламыз да, сосын табада сұйық майды қатты қыздырып осылай құятын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Неке дәмін көріп жатырмын салаттың. Өте күшті. Салатымыз дайын болды. Бірден дастарханға тарта беруге болады. Достар, видеоларым сіздерге ұнаса, пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Альбина. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.